Сәлем, менің жанашыр тыңдармандарым. Бүгін сіздерге шынайы өмірден алынған тағы бір ерекше оқиғаны ұсынамын. Бұл жай ғана әңгіме емес, бұл жүректен шыққан сыр. Егер әңгіме ұнап жатса, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен күш. Айта кетейін, менің кейіпкерлерім өздеріңіз секілді менің инстаграмдағы оқырмандарым. Егер сіз де өз оқиғаңызды айтқыңыз келсе, маған жазыңыз. Мен оны әдемілеп жазып осы арнада бөлісемін. Себебі әр тағдыр ерекше, әр жүрек сырға толы. Рахмет сіздерге. Сіздердің сенімдеріңіз мен үшін үлкен сыйлық. Мен сіздерді тыңдауға әрқашан дайынмын. Күрең күз. Бірінші бөлім. Мен тағдырыма налимын ба? Жоқ. Алланың көзі түзу болсын. Барлығы жақсы болады. Қанша тырысып бақсамда, ары қарай күресу мүмкін емес. Күшім де, ақылым да жетпейді. Мен сені босатамын. Әттең, кезінде жақын адамдарымның тілін алғанда, осылай өксіп 15 жыл өмірімді өткізбес пе едім. Өкінішке орын жоқ. Қош бол, сүйіктім. Қимаймын сені, бірақ басқа амалым жоқ. Ерке үйдің кенжесі Алау әкесінің өмірден озғанына сене алар емес. Небәрі 15 жас, күні кеше ғана әкесінің мойнына асылып, еркелігімен қоса тентектігі басым қыздың өмірі жақын адамынан айырылғаннан кейін астан кестені шықты. Кімге арқа сүйейді? Анасы зар илеп, босағасын құшақтап, екі әпкесі әкелерінің орнын сипап, бір күнде қала берді. Бақытты отбасының ғұмыры 20 жылға ғана созылды. Жастайынан сүйіп қосылған ата-анасының 3 қызы десе жаны бөлек еді. Бірінен бірі ақылды, сұлу қыздары көрсе адам қызғарлық. Сап-сау жүрген әкелерінің өмірі бір күнде бала шағасының алдында үзілді. Ешқашан денсаулығына шағым айтпаған ер азаматтың денесін даладан құлап жатқан жерінен көршісі көріп қалып, жедел жәрдем шақыртқанымен тым кеш болды. Әрдайым сыңғырлаған күлгіге толы шаңырақтың ортасы түсіп, азан-қазан болып шыңғырып, жылап жатқан қыздардың ащы дауысына алмасты. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Алаудың әкесін жақсы көрмеген адам жоқтың қасы. Ортаның нағыз тепсе темір үзетін жігіті. 40-қа таяп қалған жігіт өз жасынан әлде қайда жас көрінетін. Ешбір көршісі әйелімен ұрсысып, ішіп, мас болып, отбасының шырқын бұзып жатқанын көрмеген. Бар тапқанын қыздарының аузына тығып, әйелін үлдемен бүлдеге орап отырған ер азамат. Бұл қайғы туыстарының да қабырғасын қайыстырды. Алау десе Алау еді. Жанып, айтқанын ата-анасы мен екі әпкесіне жасататын. Тіпті түзге шықса да әкесі арқасына көтеріп алып шығып, қызы жұмысын тындырғанша күтіп, қайта арқалап үйге кіргізетін. Туған, дос жарандары басқа осы Алауды тым шектен тыс еркелетесіңдер деп ата-анасына жиі құлақ қағыс жасайтын. Міне, енді бір күнде сұм ажал айтпай, қай тесіктен кіргені белгісіз әкесін жалмап кетті. 40-ын өткізіп, соңғы сапарына шығарып салған соң, туыс, көрші, достарының аяғы саябырсып, Алау анасы және әпкелерімен өздері үйлерінде қала берді. Көпшілікпен білінбеді ме, әкесін жоқтау, алаңсыз күту осыдан басталды. Қанша санасымен сезіп тұрғанымен, бала жүрек бір сиқырды жоқ жерден күтетіндей. Көшеге шықса, алып тұлға ер азаматтарды алыстан көрсе, әкем келе жатыр деп елестететін. Не болмаса, түнде ұйықтар алдында бұл жаман түс. Ертең оянасың, әкеңді көресің деп өзін жұбататын. Анасына да оңай бола қойған жоқ. Өмірлік серігінің келмеске кеткені, жанына батқаны соншалық, кей күндері төсектен тұра алмай жатып қалатын. Ол кезде 3 қыз 3 жерде үрпиіп, көздеріне жас толып, әкесінің соңынан шешелері де кетіп қалама деп қорқатын. Осы кезеңге дейін өлім жайлы терең ойланбаған екен.
Енді бетпе-бет ескертпей келетінін білген соң, қыздардың бойларын анасынан айырылып қаламыз ба деген үрей биледі. Бірақ әкелерінің бірге өскен достары көмекке келіп, аналарын бір өлімнен арашалап алды. Жатып-жатып ішқұса болуға айналып, өздігінен қимылдауға шамасы келмей қалған екен. Ендігі артында қалған қыздары аман болсын, соларды ойла, деген сөздер күш-жігерін жинауға себеп болды. Кішігірім күйеуінен қалған бизнесті ары қарай жүргізу керек. Өлгеннің артынан өлмек жоқ, деп кеудесін тік ұстап, жаңа өмірлерін бастаудан басқа амал жоқ. Үлкен екі қыздары ес біліп, өтпелі кезеңнен өтіп кеткеннен соң ба көп қиындық тудырмады. Ал Алау бұл кезде колледждің 1-ші курсын тәмамдап қалған. Басында жақсы оқитын қыздарының сабағы бара-бара төмен түсіп кетті. Колледждегі Алаудың кураторы анасына кейінгі кезде жиі телефон соғып, қыздың сабағының мүлде нашарлап кеткенін айтуда. Бір-екі рет шешесі қызымен сөйлеспек болып отырғызып еді, әңгіме басталмай жатып, ерке тотай қыздың көзінен жас үймелеп, анасының жүрегін ауыртты. Тіпті әпкелері сөйлеп қалса, аналары, білесіңдер ғой, әкесінің еркесі, қатты сөйлемеңдерші деп, өбектеп орталарына түсіп отыратын. Қыз қылығы түзде демекші, үйде ерке Алау соңғы кездері бой түзеп, анасынан туған күн қыдыруларға жиі сұрануды шығарды. Жібермесе сан соқтырып қашып кететін. Осылай 16-ға бет бұрғанда өзінен 5 жас үлкен жігітпен көңіл жарастырып жүрді. Оны байқап қалған үлкен әпкесі Сезім жігітті сырттан танитын болып шығып, Алауға тәртібі нашар бала, сөйлеспе деп тыйым салғанымен тыңдаған сіңілісі болмады. Жігіті жайлы қарсы сөз айтатындардың барлығын Алау өзіне жау санады. Қыздардың анасына соңғы кездері достары әне-міне дегенше қыздарының алды ер жетіп тұр. 5-6 жылда барлығы өз құтты орнын табады. Сен тізеңді құшақтап қаласың. Жалғыздық тек Аллаға ғана жарасқан. Жібі түзу адам болса тиіп ал, деп ақыл айтуда. Осы сөздер қатты әсер етті ме, әлде шынымен жалғыз қалудан қорықты ма? Қыздардың анасы қолқа салып жүрген ер азаматтармен сөйлесе бастады. Оның үстіне жиындарға барса, достары қалжыңдап сөйлесе, оны көтере алмайтындай, барлығы жұппен барғанда жалғызсырап отыратыны да жанына батып жүр. Кейбір құрбылары теріс айналып кеткендей болды, күйеулерін қызғанып. Осындай келеңсіз жағдайлардың арқасында қыздардың анасы өз өмірмен бәйек болып кетті де, күйеуінің қайтқанына 2 жыл болғанда қарсыласқан балаларына қарамай, өмірінде екінші көктемі басталып, қайта тұрмысқа шықты да кетті. Үйлеріндегі басқа ер адамның пайда болуы барлық қыздарына ауыр тиді. Соның ішінде әсіресе әкесін ерекше жақсы көрген Алауға, 45-ке таяп қалған анасының бұл қылығын түсінуге тырыспақ түгілі түсінгісі де келмеді. Сыныққа сылтау таппай, жігітімен жиі кездесуге асығатын бойжеткен, енді мына әкесінің орнына басқа еркек басқаны үшін анасын жек көріп, тіпті қонбайтынды шығарды. Жазды күні болатын. Алаудың үйде қонбағанын алдымен Махаббат, екінші әпкесі біліп қалды. Телефонына қайта-қайта шалып көргенмен ешқандай жауап болмады. Артынан мүлде сөндіріп тастады. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ. Анасы мен өгей әкелері жұмыстарына кеткен екен. Сезімде бұл кезде сезімінің етегінде кетіп, өзінен 10 жас үлкен жігітке тұрмысқа шыққанына 2 ай болған еді. Махаббат анасынан бұрын Сезімге хабарласып, Алаудың үйде қонбай шыққанын және қазір қайда екенін білмей алаңдап отырғанын айтады. 2 қыз ақылдаса келе аналарына хабар берді. Сезім бәленің барлығы кімнен екенін сезіп отыр. Қанша ұрысып, ақылмен Алауға түсіндіргенімен сол бір жігітпен арасын үзе қоймады. Бұрында осылай шығып кеткенмен не телефонға SMS жазып жіберетін, не болмаса үйіндегілер қоңырау шалса жауап беретін. Аналары ести сала бар шаруасын ысырып қойып, бірден үйге жетті. Қайдан іздейміз? Кімге барамыз? Деп абыр-сабыр болып жатыр. Өгей әкесі полицияға барып арызданайық деп айтып ауыз жиғанша, естік алдына мүлде бейтаныс орта жастағы
екі әйел адам, бір ер адам хабаршы болып келіп тұрған түрлері екен. Үлкен әпкесінің әлі тойы болмай жатып, дәл осы күні Алаудың артынан хабаршылар келді. Мыналардың жеткізіп тұрған хабарларына аналары сене алар емес. Ақыры хабаршыларды анасы ұрысып үйге кіргізбей қойды. Аман сауында қызымды үйге жеткізіңдер. Әйтпесе арыз беремін, деп. Хабаршылар 2 сағаттай жалынып, жалпайып далада тұрды. Қайырылған Алаудың анасы болмады. Сірә шаршаған болу керек, бір терезеден қараса кетіп қалыпты. Үйінен шығып бола алмаған сезім, жетемін дегенше аналары қыздардың туған әкелерінің аға-іні, апаларына хабар беріп қойыпты. Сезіммен жағаласып, олар да келіп қалды. Жігітті ортақ таныстар арқылы сезім тұратынын, адресін біліп алып, ақылдаса келе Алауды алып келеміз деп шешіп, өгей әкелерінен басқаларының барлығы үйден шығып кетті. Жігіт жақ күтіп отырған болу керек қуғыншыларды. Үйдің жарығы жанып тұр. У-шу, қуғыншылардың көліктері тоқтағаннан кейін үй иелері кезекпен шығып қарсы алып жатыр. Үлкендер жағы ұрысты бастап кетті. Қызды тез шығарыңдар, әкетеміз, деді. Екі баланың бағын байламайық деп жігіт жақ қоймауда. Қайдағы бақ? Кішкентай қызды мәжбүрлеп әкелді деп ұлдарыңыздың үстінен арыз жазамыз, деп Алаудың анасы жұлқынуда. Айналып келгенде қос қашық үйде болмай шықты. Хабаршылар келіп, жігіттің ата-анасына Алаудың анасы үйге кіргізбей қойғанын айтқан соң, тапқан айлалары болуы керек, 2 жасты жасырып тастаған. Бар айтқандары, сіздің үйден хабаршылар келіп, үйге кіре алмағандарын айтып еді, Алау мені алып кетеді деп қорыққан соң, екеуі бізге айтпай қашып кетіпті, деді. Мейлі, қашсын, басқасын жасасын, түбі ұлыңызды түрмеде шірітемін, деп енді ұрысқа Алаудың әкелері жақтан келген әпкелері араласты. Қалай соттатасыздар? Екеуі бір-бірін сүйіп тұрса, кедергі жасамайық, сабырға келіп ақылдасайық. Сіздер не айтып тұрғандарыңызды түсінесіздер ме? Алау әлі бала. Ол ештеңе түсініп тұрған жоқ. Ертең ақ кетемін деп жылайды. Біз қызбен сөйлестік. Өз еркімен келдім, деді. Қайдағы ерік? Қайдағы ерік ол қызда? Деп екі жақ бір келісімге келе алмай, ақыры Алаудың туыстары милиция шақыртудан басқа амал жоғын айтқанда, жігіттің анасы қыздың аяғы ауыр екенін айтады. Әрине, Алаудың анасына бұл жайт бұрынғы қайын жұртының алдында соққы болып тиеді. Дұрыс қарамағансың, деп түтіп, жейтіндері анық. Сіздер шатастырып тұрсыздар. Жоқ, ештеңе шатастырып тұрғанымыз жоқ. Қыз бір емес бірнеше рет үйге келіп кетіп жүрді. Онымен қатар қонған да күндері болды. Қалай сонда? Кәдімгідей үйге қонды. Сене алар емеспін. Енді ол өз еркіңіз, бірақ бір бөлмеге төсек салып бердік. Ұлымыз осы қызды аламын деді. Жасын сұрамаптық та. Егер кішкентай қыз екенін білгенде маңына да жолатпас едік қой, деп жігіттің анасы ағынан ақтарылды. Бұлай болады деп Алаудың анасы үш ұйықтаса ойламаған. Сасып қалды. Кімге не айтарын да білмейді. Қайын жұрты атарға оқ таппай тұр. Ақыры жігіттің туыстары қоймай үйге кіргізді. Жөн сұрасып, танысып, білісіп, басы қатты дау, арты тәттіге айналып бара жатқандай. Сонымен не керек? Екі жақ ортақ келісімге келіп, жақын арада Алаудың үйіне кешірімге баратын болып келіседі. Тамақта асып қойыпты. Үлкен дастарханнан ішіп жеп, екі жақ татуласып тарасты. Бірақ үйге қайтып бара жатқанда қыздардың әкелерінің туыстары келіндерін ортаға салып сөйлеп тастады. Бір қызды ғой, ол әне жасы үлкен біреуге бердің. Әлі той күнін белгілемегені бұлай тұрсын, алдымыздан өткенде жоқ. Енді мына қыз ол бұлай. Сонда біздің бауырымыздың құны 5 тиын болғаны ма сен үшін? Қыздарының өмірін осылай тәлкекке салғаныңа қарағанда, деді. Сезім барлығын естіп анасына жаны ашып, араша түспек болғысы келгенімен, оны тыңдаған үлкендер болмады. Аузын аштырмады. Кінә бәрібірде аналарынан болып шықты. Бауырларының үйлеріне кірместен,
келіні мен қызын есіктерінің алдынан түсіріп, суық қоштасып, Алаудың туғандары көліктерін шаңдатып кетіп қалды. Алаудың анасы үйге кіргеннен бұрынғы қайын жұртының ашуына тиіп, өкпелеткенін үйдегілерден жасыра алмады. Сезім сіңлісіне болған жайттың барлығын айтып берді. Ешкіммен тілдеспестен аналары өзінің жатын бөлмесіне кіріп шықпады. Қараңғы түсіп кеткен болатын. Сезім ата-анасының үйіне түнеп, ертесі аналары таң ертемен тұрған екен, ештеңеге қарамастан Алауды алып қашып кеткен үйге қайта барып, бұл жолы жалғыз емес, милициямен барып қызды алып кеткелі жатқанын ескертеді. Қыздарда бірге барамыз деп шешелерімен шығады. Жол жөнекей 102-ге қоңырау шалып, қызды бәзбіреулер үйлерінде еркінен ұстап отырғанын хабарлайды. Түнде ғана келіскендей болып кеткен жігіттің туыстары келіндерінің анасы мен әпкелерін таң атпай көріп шошып кетеді. Келген бойда амандық жоқ, саулық жоқ. Қызымды алып кетуге келдім, деді бірден Алаудың анасы. Амансыз ба? Не болып қалды құдағи? Бір түнде не өзгерді? Жоқ, бұлай болмайды. Мен келісімімді бермеймін. 2 қабат болмақ түгілі 1000 қабат болса да, ал ұлдарыңызды жауапқа тартқызамын. Бұл қалай болғаны? Артқа кетпесеңізші, ертең бет көрсетін адамдармыз. Ең болмағанда Алаумен тілдесіп те көрмедіңіз ғой. Әппәлем, қызды үйлеріңде тығып отырған болып тұрсыңдар ғой. Шығарыңдар кәне. Жоқ, түнделетіп екеуін тауып әкелдік. Сіздердің келісіміңіздерді алдық деп, екеуін үйге қайтуға көндірдік. Өтінеміз, артық кетпейікші. Енді балалар бір-бірін сүйіп қалған екен. Қызымды көрсетіңдер. Қызымды шығарыңдар. Жүріңізші, үйге кіріңіздер. Қазір көресіздер қызды, деп Алаудың анасын үйге кіруге көндірді құда-құдағилар. Тартынып Алаудың шешесі әрең дегенде есіктің саңлауына дейін өтті. Түпкі бөлмеден қызды алып шықты. Көре сала шешесін Алау басын төмен салбыратқан күйі анасының жанына келді. Шешесі орнынан атып тұрып, Алау, бұл қай қылығың, бұның не? Мама, кешіріңізші. Үйге кеттік, жинал. Жоқ, мен ешқайда бармаймын. Мен сенен барасың ба, жоқ па деп сұрап тұрғаным жоқ, кеттік дедім бе, кеттік. Мама, мен өз еркіммен келдім. Біз Жанпейіс екеуміз сүйеміз бір-бірімізді. Өтініш, рұқсат беріңізші, қарсыласпаңызшы. Алау, сен әлі баласың, қайдағы шешім сенде? Сен келіндік өмір оңай дейсің бе? Ешкім саған тамақ пісіріп, не ішіп, не жейсің демейді. Бұл басқа өмір. Махаббатпен қоректеніп өмір сүру мүмкін емес. Сен дәл қазір не істеп отырып, не істеп қойғаныңды білесің бе? Үйде ештеңе жасамайтын баласың. Сен әлі баласың, қызым, деп шешесі қызының қолын ұстап, өзіне тартып құшағына қысты. Ботақаным-ау, не бүлдірдің? Қай жерде қателестім, айтшы. Жазығым, күйеуге шығып кеткенім бе? Мама, олай демеңізші, кешіріңізші, деп Алауда анасының құшағына кіріп, еңіреп жылап жіберді. Жанпейістің шешесі құдағиына, сабыр сақтаңыз. Балалар жақсы көріп тұрса, бұлардан безбей қайта демеп жіберейік. Біз де ұрсып жатырмыз. Енді екеуінің үй болып кеткеніне көмек беріп жіберейік. Одан асқан бізге балаларымыздан ештеңе керек те емес. Мен де жас болып түстім осы үйге. Бәрін түсінемін, уайымдамаңыз, қыздарымнан кем көрмеймін, деп ол кісі де басу айтып жатыр. Кішкене болса да Алаудың шешесі жібіген секілді. Мүмкін құдағиының сөздері әсер етті ме? Жанпейістен бөлек тағы 5 баламыз бар. Жанпейіс үйдің ортаншысы, алдында бір әпкесі мен ағасы. Қыз тұрмыста, ол да үйленген, әзірше осында тұрып жатыр. Енді бөлек шығармасақ, қазір жұмыста. Кел, Мираш, абысыныңның мамасына сәлем бере ғой, деп жігіттің шешесі ас бөлменің есігіне жақын тұрған жас келіншекті шақырды. Ал мына жігіт Алаудың қайын-інісі, кенже ұлымыз Төре. Жанпейістен кейінгі бір ұл қазір армияда, тағы қыз бар. Бірақ ол да қазір үйде жоқ, қонаққа кеткен. Осындай өздеріңіз секілді қарапайым отбасымыз бізде.
Шағын бизнесіміз бар. Құдаңыздың қол астында барлық бала шағамызбен қызмет жасаймыз. Жанпейіс те сонда жасайды жұмысты. Ешкімнің ала жібін аттамай, адал еңбекпен табыс тауып отырмыз. Кешегідей келіскендей барлық жөн жоралғыны жасаймыз, деп әңгімесін Жанпейістің шешесі жалғастырды. Қане, ұлды көрсетіңізші. Мына қыз үйдің үлкені Сезім, мынау Махаббат. Сезім Жанпейісті сырттай таниды екен, мақтауын жеткізіп тұрған жоқ. Сіңілісіне де ескерткен екен. Тыңдамағаннан кейін осылай болып тұр ғой, сол жақ алаңдатады. Жасы да үлкен. Ой, құдағи, енді жастықпен кім бұзақы болмайды. Құдаңыз да тентек болған. Құдам да тентек болған болар. Енді отбасылы болған соң басылады ғой бәрі де. Төре, бар, ағаңды шақыра ғой. Анасына көрінсін. Ашуыңыз келсе, сыбағасында беріп алыңыз, құдағи. Ол да сіздің балаңыз ғой енді, деп Жанпейістің шешесі сөзінің соңын әзілге айналдырып жіберді. Төре сыртқа жүгіріп, ағасын ертіп келуге кетті. Бұлай тұрғаныңыз ұят болар. Мұнда ағайын туыс бар демекші. Сөзі бізге келеді. Мирашжан, шай дайындап қойған екен, жүріңіз, ең болмаса ас үйге кіріп нан ауыз тиіңізші, деп жігіттің шешесі Алаудың анасына қиылды. Расымен келгелі есік алдында тұр. Кенет телефонына қоңырау келді. Телефон соғып тұрғандар сақшылар екен. Абдырып, не айтарын білмей қалды. Сөз таластырамын деп жүріп, мүлде есінен шығып кеткен. Не керек? Ешкімге білдірместен қыздың анасы телефонын біреулер сұрап алғанын айтып, оларды танымаймын деп телефонын қоя салды. Ас бөлмеге кіріп жайғасқандары сол еді, орта бойлы, иықты, қара торы жігіт кіріп келді. Сәлеметсіз бе деп басын изеп. Балам, келдің бе? Бұл кісі міне Алаудың анасы, енді саған да бүтендігі жоқ. Тағы бір өзі сендермен тілдесуге келіпті. Мына қыздар құдашалар, деп Жанпейістің шешесі құдағайына күйеу балаларының келгенін білдіріп жатыр. Аман бол, деп ары қарай сөйлесуге сөз жетпей, Алаудың шешесі ұрсып қарсалама деп еді, барлығы жігітті бірақ үндемеді. Мираш жүгіріп жүр, біресе шайын қойып, біресе қонақтарды жайлап. Мені танитын боларсың, деп сөзді Сезім бастады. Иә, не айтасың? Алау кішкентай қыз, сен ес біліп, оң-соңыңды біліп қалған жігітсің. Сотталып кетемін деп қорықпайсың ба? Бізде барлығы екі жақтың келісімімен болды, деп жігіт көзінің қиығымен Алауға қарап қояды. Алау, сен не айтасың? Әпке, барлығы жақсы, уайымдамаңыздар. Жанпейіс сіз айтқандай жаман бала емес, дегені Алаудың сол еді, барлығы мырс етіп күліп жіберді. Расымен Алау бала ғой әлі, ойында ештеңе жоқ. Иә, уайымдамаңыздар, барлығы жақсы болады, уәде беремін, деп Жанпейіс Алаудың сөзін қоштап кетті. Бір шешімге келіп, Алаудың жақындары үйлеріне кететін болып жиналып еді, Жанпейіс жеткізіп салатын болды да, барлығы қош айтысып жолға шықты. Үйлеріне жеткен соң, көліктен түсіп бара жатып Сезім, осыдан сіңілімді ренжітсең аямаймын, деп жымиып түсіп кетті. Келіскендей бір апта өтісімен Жанпейістің туыстары қоржындарын көтеріп, орамал тон болмайды жол болады деп Алаудың үйіне келді. Ештеңеден аянып қалмапты. Молынан әкелген. Алаудың әкесінің туыстары риза. Оларды да құры қол қайтармаған. Құдалық үйде өтті. Екі жас үшін ақ тілек жүректен шығып айтылды. Қыздардың әкелерін де еске алып, орнынан бір аунатты. Әпкелері Алаудан қалай жаңа келіндік өмірің үйдегіде еркелеп жүрсің бе, әлде икемденіп үйренуге ынталанып жатырсың ба, деп орта қалды. Мамам бәрін үйретіп жатыр. Ойбай, түспей жатып мама деп кеттің бе, деп Махаббат әзілдеп сіңлісінің қытығына тиіп жатыр. Енді мама демейше, Сезім әпке сен де мама дейсің ғой, иә? Менің енем жоқ қой. Болғанның өзінде айта алмайтын шығармын. Көрдің бе? Мен де мама деп айтпаймын, деді Махаббат, Сезімді қоштап. Қойшы Махаббат, сен де күйеуге кетесің бе? Енді сендерден қаламын ба? Бұл үйде мені ұстап тұратында ештеңе жоқ. Жаныма жақын екеуің де кеттіңдер, мені тастап, деп Махаббат көзіне жас алды. Маха, жаным олай демеші, мамам бар емес пе?
Сосын қалағаның да бізге келіп тұр. Ол кісінің өз өмірі бар. Кішкентай кезімізде қандай бақытты едік, я? Сезім есіңде ме? Барлық жақсы зат алаудың қолында бірінші тиетін. Бізге әпермесе де алауға әперетін. Біз ренжісек әкем сендер үлкенсіңдер деп айтып жұбататын еді. Әкемді қатты сағындым, қыздар. Мен де, деп әпкелі сіңілі үшеуі балалық шақтарын естеріне алып, көз жастарын сығып алды. Барлығы ойдағыдан да жақсы өтіп, жаңа құда-құдағилар тарқасты. Той күнін белгілеп кетті. Құдаларын аттандырып, қонақтарды жайғастырған соң, анасы Сезімді бөлек шақыртып алды. Сезім, күйеуің неге келмеді? Қолы бос емес болған ғой. Әрдайым үйге жалғыз келесің, маған бұл ұнамайды. Мама, ода тұрған не бар? Жұмыс басты. Бір күнге жұмысын ысырып қоюға болатын еді. Жә, қойшы. Айтайын дегенім, сенен кейін кеткен сіңіліңнің алдынан өтіп құдалар келді. Ал сенікілер нені күтіп жүр? Мына тұрған тараздан жете алмай жатыр ма? Жақсы, той жасамай-ақ қойсын, деп күйеу балаға да айтып едім. Енді ең болмаса алдымыздан өтуге болады ғой. Әлде сенің құның жоқ па, даладан тауып алып па? Олай еркінсінбесін. Солай жеткіз күйеу сымағыңа. Далада жатқан балам жоқ менің. Мама, айтып болдыңыз ба? Не болды? Айтып болсаңыз, қайтайын мен үйге. Не, ашуыңа тидім бе? Әлде дұрыс емес айтып тұрмын ба? Мені осы үйде тыңдайтын адам бар ма өзі? Әр қайсысың білгендеріңді жасайсыңдар. Мама, менің бақытым, менің қайын жұртыма келіп тіреліп тұрма? Неге мені қинайсыз? Жағдайлар болмай тұрған болар. Нұртілекке айтудай-ақ айтып жатырмын. Жақсы, туыстары келмесін. Өзі неге үнемі сені жалғыз жібереді? Сені алып кеткеннен кейін 2 рет көрдім, болды. Жақсы, мама. Менің сөз таластырып, сізбен ұрсысқым келіп тұрғаны жоқ. Қайттым. Бірақ бір айтарым, менің де, алаудың да осы үйден кетіп қалғанының түбінде сіз тұрсыз. Нені меңзеп тұрсың? Өзіңіз де түсініп тұрсыз ғой, мен айтпай-ақ. Менің күйеуге шыққанымда айта алмай тұрсың ба? Тоқта, ақыры бастадың ба, айт енді, деген анасына қарамай Сезім үйінен шығып кетті. Үйіне жеткенше Сезім жылап келді. Жас тоқтамады көзінен. Ішіндегі мұңды анасына да айтып жеткізе алмайды. Өз үйінен қашқандай болып күйеуге асығыс шешім қабылдап тиіп кетіп еді. Бірақ Нұртілек өз ойлағандай жақсы жігіт болып шықпады. Жұмыс жасайды, ақша табады. Алайда қолы селтетіп босаса, бойдақ достарымен қыдырып кетеді. Түннің бір уағына дейін кешіккені басында Сезімге ұнамай, араларында жанжалда болған. Сондағы жігіттің айтқаны, мен жүріп қалған еркекпін, және солай болады да. Бара-бара Сезім ештеңе сұрамайтындай болды. Бірге тұрып жатқандарына небәрі 3-ші айға жақындап қалған. Жас жұбайлардың арасы да суып бара жатқандай. Той жайлы тіпті аузын ашуға қорқады. Онымен қоса Нұртілек өте қызғаншақ. Сәл нәрсеге ұрыс шығарады. Біресе киімің дұрыс емес, біресе дүкенге көп барасың, болмайтын сылтаулар. Тіпті осы сіңлісінің құдалығының өзіне сөйлеп әрең жіберді. Үйіне келген келіншек күйеуінің жоқ екенін көріп, демі басылғандай. Уайымдап келе жатыр еді. Кешіктің деп сөйлей ме деп. Үйінен көтеріп келген базарлықтарын шығарып, ас әзірлей бастады. Кеш түсіп, түн болды. Нұртілек әлі жоқ. Телефонына хабарласып көрмек болып еді, сөндірулі екен. Ақыры күте-күте шаршаған Сезім жатып қалды. Көзі ілініп кеткен екен. Шықырлап есік ашылғандай. Нұртілек болар деп басын көтеріп тұрғалы жатыр еді. Бір емес, 2 адам кіріп келгенде үйге. Біреуі күйеуі, екіншісі бөтен қыз секілді. Бұл кім болды екен деп жүрегі аузына тығылды. Нұртілек те Сезімді үйде емес деп ойлаған болу керек. Есік тұсындағы ілгіштен келіншегінің киімдерін көре салып, жанындағы бойжеткенге аяқ киімін шештірместен кері алып шығып кетті. Не болғанын Сезім түсінбей тұр. Қайта-қайта күйеуіне қоңырау шалуда. Бірақ Нұртілек көтермейді. Бір бөлмелі пәтердің ішінде айналшықтап жүре берді. Айтпаса да белгілі, күйеуінің біреуі бар.
Күйеуі деп те айтуға бола ма өзі? Не некелерін қимаса, не заңды түрде ЗАГСке отырмаса. Міне таңда бозарып атты. Нұртілек сол кеткеннен келмеді. Жылап-жылап, көзі ісіп кеткен сезім түнімен көз ілмей екі көзі төрт болып есікті тұрауылдаумен болды. Сол күні кешке дейін нәр татпай тағы жатты. Ештеңе жасауға қолы жүрмейді. Сіңілісі Махаббат хабарласып еді, оған да телефоннан жауап бермеді. Құрып кетсінші барлығы. Бірақ жол бар деп, қобдишада тұрған дәрілердің бірін қалдырмай ішіп алды да көзін жұмып, мәңгі ұйқыға кетсем екен деп Алладан тілеп жатып қалды. Ойында он тиын жоқ, санасыз еркек үйіне кіріп, төсекте сұлық жатқан әйеліне бір қарады да ас бөлмеге өтіп кетті. Түндегі жасалған ас қазанда тұр екен. Өзі жылытып, кешкі асын ішіп, сезімнің жанына келместен, жуынатын бөлмеге кіріп, бар шаруасын бітіріп барып, келіншегінің қасына келіп жұлқи бастады. Не жатсы сенкі, тұр, сезім, тұр деймін. Үн жоқ. Қыздың денесі түрткеннен ирелең еткенімен сезімде ешқандай қозғалыс жоқ. Дыбыс та шығармайды. Нұртілек жақын барып жүрегін тыңдап көріп еді, әлсіз соғыс болып жатқандай. Бірден көзіне керуеттің жанындағы қағаз түсті. Саған масыл болғым келмейді. Онсыз да қарабет болдым. Бекер асығыстық жасадым. Анамды ойламай сенің етегіңнен ұстап өзімшілдікке салынып кеттім. Түнде барлығын түсіндім. Қош болыңдар. Махаббатпен алауды ғана қимаймын. Нұртілек дереу жедел жәрдемге хабарласты. Бұл қалай болғаны? Қыз өліп қалса ше? Қолдарын уқалап, не ішіп қойды екен деп үйді төңкере бастады. Мусор жәшігінде қырғын дәрінің қаптары жатыр. Не ішкені белгілі болды. Жедел жәрдем келе сала, дереу келіншекті ауруханаға кетіп, асқазанын тазарту керек деді. Уланып қалған. Нұртілек бірге шықты. Қыздың үйіне хабар беруге бет жоқ. Не болса да артын күтейін деді ме, ешкіммен хабарласпады. Сезімді ауруханаға дереу жатқызып, жан сақтау бөліміне әкетті. Нұртілек есіктің бергі жағында қалып қойды. Қап, кешегім дұрыс болмады. Бұның бұлай жетіп келетінін қайдан білейін? Телефон құрғырда сөніп қалған екен, деп кешегі кешті ойынан өткізіп саралап жатыр. Нұртілек, сіз бе? Деген ақ халатты апайдың дауысы ойын бөліп жіберді. Иә, әйеліңіз есін жиды. Қазір палатаға ауыстырады. Жанына сол кезде барарсыз, кетіп қалмаңыз. Барлығы жақсы ма? Иә, ешқандай қауіп жоқ. Енді тек қайталамаса болғаны. Үйде ұрыс-керіс жиі бола ма? Мүмкін бір ауытқуы бар шығар. Жоқ, бола алмай жүредік. Соған болар осындай қадамға барғаны деп Нұртілек өтірік айта салды. Ой, онда құттықтаймын. Енді оны ойлап қам жемесін. Аяғы ауыр, періштесі қаққан ғой, деп медбике бар жаңалықты жайып салды. Рас па? Иә. Жақсы, онда рахмет сізге. Енді өзіне қол жұмсамайтын болар, деп онша бұл хабарға Нұртілек қуана қоймағаны жүзінен белгілі болды. Жарты сағат болар болмас тұрып, Нұртілекті сезімнің қасына палатаға кіргізді. Көзі шүңірейіп кеткен қыздың түріне қарау аянышты еді. Жасаурап тұрған моншақтай көздерінде не үшін бұлай жасадың деген сұрақ қана тұр. Ал менің арнамның тыңдармандары осымен Күреңкүз әңгімесінің бірінші бөлімі өз мәресіне жетті. Алдыда тағы да қызықты 2 бөлімі бар. Егер әңгіме ұнап жатса, каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін және менің арнамның болашақта дамуына өте маңызды.